Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі қарастыратын тақырыбымыз модульді теңістіктер. Яғни, құрамында айнымалысы бар модульді теңістіктерді шығарамыз, иә. Оның ішінде бұны шешудің бірнеше әдістері бар. Бүгін қарастырамыз тек бір әдісін, яғни ол модуль теңістіктерді мәндес қос теңістікке немесе теңістіктер жүйесіне келтіріп шешу дейді, иә. Ол қалай? Ол мінекей бізге мынандай не берілсін делік. Мен мынау жаңағыдай осындай түрде функциялар теңістіктер берілетін болса, оны біз не істейміз дейміз, осындай түрге келтіріп шығару керекпіз. Бұл жерде мысалмен бір келтірейін. Мысалы болсын x квадрат азайтылған мысалы 7 дейді, модульде болсын. Міне бір функция кіші x қосу 3-тен деген. Мынандай бір нәрсе болсын. Мынаған келеді, біріншісі. Не істейміз? Так, мына теңістікке келтіріп шығару керек болады, яғни x квадрат минус 7 кіші x қосу 3-тен минус x квадрат қосылған 7 кіші x қосу 3-тен деп не істейсіздер, жүйесін шығару керек болады мына жерде. Бұның бір ерекшелігі қазір көпті. Не айтып отыр енді? Мынандай теңістікке келтіріп аламыз. Сосын не істейміз? Осы теңістікті мына теңістікті шешіп, екеуінің жауаптарын мынандай жүйе тұрғандықтан қиылыстырасыздар, иә? Қарапайым теңістіктер жүйесін білеміз ғой. Осындай түрге келтіріп аламыз, қиылыстырамыз. Бұл қайықтан ат шықты, иә? Давайте мынандай неге мысал келтірейін. Так, бұған қандай мысал? Бір сан модульде тұрса, x мысалы қарапайым, x кіші мысалы 3-тен десе, мынау санның модулі қай аралықта жатыр дегенді білдіреді. 3-тен кіші десе саның, онда ол бізде минус 3 пен 3-тің арасы дейді, иә? Сол үшін біз x-ті қалай аламыз? Былай аламыз ғой. Бүйтеміз ғой. Ал оны біз жазған уақытта қос теңістікке былай келтіретін болсақ, мына мағынасын балалар түсініп тұрсыздар деп ойлаймын. 3-тен кіші енді x-іміз қандай жағдайда болады? Минус 3 пен 3-тің арасы ғой. Ары қарай минус 3-тен былай қарай кетіп қалса, минус 4-дің уже модульге алғанда 4 болады да, 3-тен не істеп кетеді, үлкен болып кетеді. Бізге кіші керек, сол үшін тек минус 3 пен 3-тің арасы ғана болады, иә? Так, бұл енді бізде қос теңістік болғандықтан біз бұны қалай аламыз? X кіші 3-тен, x үлкен минус 3-тен деп аламыз, иә? Ол былай жазуға болады ғой. 3-тен минус x кіші 3-тен деп жазуға болады. Дәл осы заңдылық бізде мына теңістікте орындалған ғой, мінекей мына жерде орындалған. Яғни мынау ішім g болса, x-ім fx болса, мына gx, мына fx болса, мінекей кіші. Дәл осылай заңдылықпен істелінеді, яғни минус gx-тан үлкен fx дейміз, и мына жақтан gx деп алып. Бұны қос теңістікке айналдырған уақытта ол бізде мынандай түрге келеді. Оның мына жерін, мынаны біз мынандай қылып жазуға болады деген. Мінекей ол не тұр? Сол айдаладан алынып, просто так мынандай деп жаттап алып жүрмеңіздер. Оқушылар, жаттамаймыз. Келесі, енді мынаған келейік, мынаған оралайық. Бұл қалай еді бізде? Мына жерде егер 3-тен үлкен деп тұрса, 3-тен үлкен деген нені білдіретін еді бізге? Ол бізде аралықтан бетіп алатын болса, сан өсімен сызып көрсетейінші, құрсын. Міне, 3-тен үлкен болу үшін ол мына жақта жату керек. Либо мына жақта жату керек. Себебі модуль болған уақытта ол бізде мына жақтағы теріс сандарда оң болып 3-тен үлкен болып кетеді, иә? Енді бұны біз алғанда былай аламыз ғой. X үлкен 3-тен бол. Мама, x үлкен 3-тен болу керек. X кіші минус 3-тен болу керек, иә? И оларды енді біз мына жерде қиылыстырмаймыз ғой. Қиылыстыратын болсақ, мына аралық пен аралық қиылыспайды ғой. Сол үшін біз не істейміз? Мына жерде бірігуін аламыз, иә? Дәл сол немені заңдылық міне мына жерде тұр. Бұл жерде просто тоже мынаны қалай жазған? Минусын мұнда бер жүрген. Минусын мұнда бер жүрген. Ой, тұр. Не қылдың? Иә. 3 деп, мінекей. Болды, сол. Мынау f, мынау g болса, f үлкен g-дан, минус f үлкен g-дан деген нәрсе. Осындай теңістік осы жерден шыққан. Да, кеттік келесі. Енді соңғысын қарайық. F модульде, G модульде дейді. Мынау теңістік деген, бұл деген, яғни кез келген деген ғой. Мынау бәрібір қайсысы болса да. Айтпақшы, оқушылар, мына теңістікте былай тұрса да, ол мыналар не істейді? Мына жер былай болады. Мынау егер былай болса, онда мына теңістігіміз былай болады. Қазір есік жоқ.
Так, енді F модуль, G модуль деген болса, яғни екеуі де модульде тұрса, не болады екен? Давайте мен мына теңсіздікті алсам, бәрібір негізінде. Бұл жерде мынаны шешу үшін ең күшті әдіс бұл бізде екі жағын квадраттау. Бізде себебі санның модулінің қасиеті бар, не істейтін еді? Санның квадратын, модульдің квадратын біз не істей аламыз? Модульсіз квадрат деп жазуға болады. Сол үшін мына жақты квадраттауға болады. Бізге болады, себебі теңсіздік ештеңеге әсер етпейді. Бұл таңбасына да дымға да әсер етпейді, Бұл бізде сонда модульсіз былай болады. Мінекей. А оны біз не қыламыз? Мынаны ар жаққа алып келіп f квадрат минус g квадрат кіші нөлден дейтін болсақ, бұл мынандай күшті бір теңсіздікке ғана келе қояды. Бұны негізінде мынандайлармен шығаруға болады, бірақ осы әдемі да бір теңсіздік істеп береді жауап. Потом сіздер оны қиылыстырып, мыналар сияқты қылып отпайсыздар, біріктіріп деген сияқты. Мына теңсіздікті шығара қоясыздар. Бұған да мысал қараймыз. Мынаның неге квадраттауға болмайды дейтін болсаңыздар, мыналарды, себеп бұл бізде g-дің қандай сан екенін білмейміз ғой, теріс сан ба, оң сан ба. Сол үшін бізде оны квадраттай алмаймыз, Ал мына жерде мен g-дің модульде тұрғандықтан оң сан екенін біліп тұрмын. Ал оң санның квадраты ол оң сан болады. Ешқандай ештеңе өзгермейді. Так, тағы не айту керек еді мына жерде айтылатын нәрсе? Ақпарат. Міне мынандай жағдайда көрсеңіздер, мына жерде бірігуі, мынау қиылысуы болады. Шатастырмаймыз. Тек мынаны барынша негізі мынаны қолданған күшті, просто мына жағдайда мысалы қолдана алмаймыз да. Себебі мынау x плюс шымайтын, бізде жаңағыдай теріс сан болып қалуы да мүмкін, оң сан болып қалуы да мүмкін. Ал оны біз квадраттаған уақытта ол оң санға ауысып кетеді, и біз бір неден айырылып қаламыз, бір аралықтан. Но теріс сан болып қалатын жағдай дегенді алмаймыз ғой. Сол үшін бұны не деп айтайын, қарастырмаймыз, Енді қараңыздар. Бұлай тұрса, мысалы мен бір сан алайын, мысалы 5 деген сан алайын, 5-тен кіші дейді. Бұл жерде біз мынаған келіп тұр, 5-тен үлкен десем мынаған келеді. Бірақ балалар, егер мына жерде сан тұрса, міне сан тұр, уже білеміз біздер не екен, не таты. Сан екенін біліп тұрмыз, оң сан екенін. Сол үшін мына әдіске бірден не істеп жүруге болады? Бұлай әкеліп квадраттап жүруге болады. Егер сан болса, балалар, айнымалы жоқ. Оң сан екенін біліп тұрмын, сол үшін қиналмай квадраттай беремін. Мынаның x квадрат минус 7-нің квадраты азайтылған 5-тің квадраты үлкен 0-ден болады. Мынау бізде күшті не есеп болуға. X квадрат минус 7 минус 5 қысқаша көбейту формуласы, деп мына теңсіздікті шығара қоясыңдар. Болды. Тым қиындығы жоқ. Сосын осыны шығарды. Мынады бүйтіп отқанша, мынаны балалар, мысалы мынаны бар ғой, мынандай түрге келтіріп, мысалы x квадрат минус 7 үлкен 5-тен, минус x квадрат плюс 7 үлкен 5-тен деп оны біріктіріп бүйтіп отқанша, мына теңсіздікті шығара салуға болады. Балалар, кеттік. Неше минут сөйледім құрсын. Енді мына мысалға келейік. Ой, бір. Так, мына мысалы қарастырайық. X квадрат минус x минус 3 кіші 9-дан дейді. Мына жерде бұл бағана мына түрге келеді ғой. Ой, мына жерде g модуль жоқ. Осыған салып естелінген, мынада осылай шығарылған, қарайтын болсаңыздар, яғни 9-дан кіші, минус 9-дан кіші деп. Бұл жерде бір несі теңсіздікті ауыстырмай, мынаған мен таңба қойған ғой, просто алдына минус қойып. Екеуін шығарып қиылыстыру керек деген. Мында не жағдай? Естелінген. Мына теңсіздіктен түбірлер шығады, мінекей x плюс 3 деп жүктеледі. Ал мына теңсіздікте дискриминант 0-ден кіші деген, ол не деген? Ылғи 0-ден үлкен немесе әрқашан жаңағыдай 0-ден кіші деген. Енді біз мына жақтан мына с-ның таңбасына қарап қарай салуға болады, плюс сан. Онда ол әрқашан 0-ден үлкен. Теңсіздіктің жауабы мынада минус x-тен плюс x-ке дейін болады. Сонда мына теңсіздіктен істейді екенбіз, шығарсақ жеткілікті. Себебі мынаумен қиылыстырған уақытта бұл минус x-тен плюс x-ке дейін бәрібір мынаның шешімі шығады бізде,
оның шешімін жаңағы аралыққа орналастыратын болсақ, минус 3, 4, плюс, бізге нөлден кіші аралық. Мынау тек минус 3-тен 4-ке дейін деп ала қоясыздар. Енді бұны жаңағы мен айтқан немен келтірейін. Бұл жерде енді сан оң, сондықтан мынаны былай да істеуге болады, x квадрат минус x, яғни екі жағын квадраттап, мынаны азайту деп әкеліп, мына жаққа қысқаша көбейту формуласын қолданып шығарайық. 3 азайту 9 деймін. Келесі x квадрат минус x азайту 3 қосу 9 болсын. Мінекей, мынандай теңсіздік шығады. Бұл бізде болады x квадрат минус x минус 12. Мынау болады x квадрат минус x плюс 6 кіші нөлден. Мынандай теңсіздікті көріп тұрсақ, мынау дискриминант нөлден кіші дедік, иә? Бұл плюс таңбасын білеміз. Енді мынаны қараймыз. Бұның түбірлері бұл жақшаға жіктелгенде x минус 3, x плюс 3, x минус 4 деп жіктеледі. Мынау тұрады, жақшаға жіктелмейді. И осыны таңба орналастырған уақытта мынаны айттық, дискриминант нөлден кіші. Сол үшін тек мына аяқтан ғана түбірлерін орналастырасыз. Минус 3, 4 и тоже не істейді. Осылай жауап шығады, қате болмайды. Бұны не үшін айтып жатырмын? Себебі қараңыздар, мына сіздердің үй жұмыстарыңыз, бастапқы атаулы есеп екен. Мына жақта қарап тұрсаңыздар, не деп тұр? Көп жағдайда сан тұр, иә? Так, мына біреуді. Мынау қажет жоқ, міне сан. Бұлардың сіздер мынандай жүйеге алып отқанша лучше не істеп жүрген жақсы? Квадраттап шығарғандарыңыз жақсы, и азайту деп әкеліп. Бір теңсіздік шығарасыңдар да, сол кезде екі теңсіздік емес, бір теңсіздік. Сан тұрса, егер балалар сан тұрса. Ал мынаны оған істеуші болмаңыздар мынаны. Бұны енді жаңағы мынандаймен мынандайға келтіріп істейсіздер. Жақсы ма, оқушылар? Так, мынау үші сыртында тұр. Сан модульдің бір жақсы несі, қасиеті, мысалы 4x модульде деп тұрса, бұны сіз модуль 4x деп жаза аласыз, немесе керісінше модуль 4x деп тұрса, сіз оны 4 модуль x деп жазуға болады. Сол үшін бізде былай ғой, f былай болса, бұны енді бізде жаңағы бірігу болады ғой, да, f g мындай болады ғой. Мындайға келтірілместен бұрын, үш не істеп тұр десеңіздер, үшті ішіне кіргізіп жіберіп, бүйтіп жазуға болады, иә? 3x минус 3, x плюс 3. Все, ары қарай мына теңсіздікке сала қоясыздар деген сияқты. Так, тағы не айту керек? Сондай. Мынаған қарайық. Мынаны бүйтіп қарайтын болсақ, бір ғана модуль, иә? Сол үшін жаңағы түрге келтіріп алуымыз керек, яғни f мынаған немесе мына екеуі біреуіне келеді ғой, иә? Так, мұнда теңсіздіктен басынандай. Оны қалай білеміз? Оны былай білеміз. Мынаны модульдің теңсіздіктің модульді ойбай-ай, бір жағында ғана қалдырайық. Тек қана модульді бір жағында. Енді мына жерде минус тұр, сол үшін мынаны мен мына бөлігін ар жаққа апарсам плюс деп, иә? X квадрат минус 6x плюс 8 модульде болады. Ал мына 4x-ті мына 4-тің қасына алып келем. Так, былай тұрады да, 4 азайту x болады бұл бізде. Мен мынандай түрге келді. Бұл бізде қайсысына келеді екен? Мынаған келеді, мынаған келеді екен. Мынаған келетін болса, мен жаңа дұрыс айттым ба, балалар? Жидан кіші дегенді. Күшті ол. Не істеп жүріппін ғой? Кешірім өтінемін, оқушылар. Мынандай болады. Қиылысады. Мынау енді бізде ой, мен өзім шатасып отырмын ғой. Так, шатаспаңдар, оқушылар, шатаспаймыз. Мынаған келеді. Бұл бізде болады x квадрат минус 6x плюс 8 кіші 4 минус x дейміз. Және минус x квадрат плюс 6x минус 8 кіші 4 минус x деп шығарсаңыздар болады. Айтпақшы балалар, мына f кіші g-дан деген бар ғой. Соны былай ғой, f кіші g минус f кіші g-на теңсіздікті ауыстырмас үшін істелінген да, но бетсеңіздер де болады да, бұны. F үлкен минус g деп. Мына теңсіздікпен мынаны қолдансаңыздар негізі дұрыс болады, себебі алдында көріп тұрсаңыздар минус тұр, минусты бәрібір қазір қайта минусқа қойып теңсіздік таңбасын ауыстырып жүресіңдер. Сол үшін бірден мынаны қолдансаңыздар жақсы болады. Так, мына теңсіздікті не істейміз? Мінекей қазір шығару жолын көрсетейін сіздерге. Мінекей, мына жақтан келтірілді.
мына көрдіңіздер ма, ана минусты мына жаққа жіберіп теңсіздік таңбасын қайтадан ауыстырып бәрін мынандай қылдырып. Екіне шыққан, екі теңсіздікті жеке-жеке қарайтын болсақ, мен мына жаққа бөлексіз көрсетейін тоже. 1 мен 4, иә, түбірі 1 и 4 бояймыз. Так, плюс, минус, болса, бізге минус аралық керек, иә, бірінші теңдеуім. Екінші теңдеуім 3-те 4. 3-те 4, 3 мына жерде тұрады, 4 дәл мынаның астында тұру керек, 4 бояймын. Таңба плюс, минус плюс болады, бізге керек аралық, плюс аралық. Мінекей. Енді мынау бізде қиылысу, сол үшін жауаптыларды қиылыстырамыз. Қиылыстыратын болсақ, екі жақта да қиылысатын аралығымыз міне мына аралық болады екен. Яғни 1-ден 3-ке дейінгі аралық. И мына 4-пен не істейді? Не таты? 4-те бүйтіп боялып тұр, сол үшін 4-те де кіргіземіз дейміз. Ұмытып жүрмеңіздер 4-ті балалар. Боялмай тұрса, тогда алмайсыңдар, 4-ті білеміз ғой, қиылыстырғанда. Так, кеттік. Да, сол. Бұл бізде F кіші G деген теңсіздікке келеді. Айтпақшы, мына жерден жаңағы есепте, мына есеп бар ғой. Мынаны қарап тұрсаңыздар, мынаны қарасаңыздар, минус 1-ден кіші деп тұр, иә. Бұны сразу квадраттап жүрмеңіздер, балалар. Теріс сан, теріс саннан модуль ешқашан кіші бола алмайды. Сол үшін оның шешімі жоқ деп тастайсыңдар 1-ден. Квадраттап теңсіздік шешіп жүрмеңдер. Так, мынау F кіші G-дан деген болды. Бұл бізде болады. Жаңағы қайттан теңсіздігіміз, иә. Қиылысу болады ғой бұл. F үлкен G минус. Ой, мен былай істеймін. Мен былай істеймін. Қиылыстырамыз. Мінекей. Бұл жерден, бұл енді мынаны өтпек қойын. Өздеріңіз істейсіздер. Так, мынадан да өтіп кетемін оқушылар. F кіші G дегенге келеді. Бәрі кіші дегенге келіп жатыр, иә. Бастамалары кілең кішіге келеді. Енді мынаны қарайық. Мынау кіші деп келсек, бірақ бұл былай тұр. G кіші F модульден деген. Ал ол не деген? F модуль үлкен G-дан деген, иә. Немен шатастырып жүрмеңдер, мына теңсіздікке қарап, мынаны қолданушы болмаңыздар, балалар. Мына теңсіздікпен мына екеуі екі түрлі нәрсе, иә. Мынау міне мынау болады. Мынаны қолданамыз. Бұл, значит, бірігу деген. Мінекей, бірігу. Әдейі осылай береді, сіздерге есептер бергенде шатастырады. Сол үшін мұқият болыңыздар. Так, бұл жерінде сұрақ жоқ деп ойлаймын. Мына жерде шешім жоқ, иә. Мынау 2-ден 4-ке дейін. Енді екеуін біріктірген уақытта 2-ден 4 болады ғой. Қиылыстыратын болсақ, жауабы жоқ болады, иә. Мынаны былай жазып аламыз. И бұл бізде жаңағы қай неге келеді екен? F модуль үлкен G-дан деген келеді. Яғни бірігуі болады. Біріктіреміз. Мінекей, біріктіріп, бәрін шығарылған. Мен бұлардың мынандай теңсіздіктерді, енді мынандайға келтірген екен, мыналардың каждыйын қалай шығару керек екенін айтпаймын, балалар. Қарайсыздар, себебі бұл бізде рационал теңсіздіктер, иә. Бұндайларды мен алдыңғы сабақтарда видеоларды көрсеткен болатынмын. Не шығару жолдары тұр онсыз мына жерде. Так, мінекей мынандай есеп. Мына есепте де жаңағыдай келтіріп аламыз, иә. Былай істейміз, мынаны 7 азайту x квадрат деп келтіреміз. Так, мына біреуді бүйтіп 3-ті ішіне кіргізіп жіберейін. Мінекей. Бұл F үлкен G-дан деген келеді. Тоже бірігу. Мінекей. Мындай теңсіздік, екеуін біріктіресіздер. Біріктіруді білеміз. Жауаптарын біріктірілген. Мынандай, мынаған қарамай қойыңыздаршы, балалар, өздерің жаңағы мен үйреткен әдіспен істейсіңдер, болды. Мен үйреткен әдіспен, мынаны жеке-жеке жазасыздар. Минус 5, 2, минус 1, 4. Так, мына жағы болады. Мына ортасына А2 шаны
и біріктіру ма қиылысу біріктіру екен, иә. Мінекей. Бірігеді бізде мына аралықта бірігеді, минус x-тен минус 1-ге дейін, и бірігеді мына аралықта, иә, 2-ден плюс x-ге дейін деп аласыздар. Кеттік келесі. Адан өтіп кетем. Жаңа текстікке келеді. Соған салып шығарасыздар. Мынаны тоже кетіп қаламыз. Бұл бізде келеді қайсына f модуль үлкен g дейінге келеді мынау. Теңсіздік таңбасы бүйтіп тұр екен деп ана неге салып жүріп болмаңыздар. Мұқият қараймыз. Кеттік. Міне қайттан айтам балалар, мынандай істеуші болмаңыздар. Мен көрсеткен әдіспен шығарасыңдар, болды. Мынау қажет жоқ. Үй жұмыстарына осы көрейін, мынандай әдіс істеп қойғандарымды. Так, келесі. Енді міне екі жағыда не болады? Модуль болғанда. Екі жағыда модуль болғанда біз не істейміз дедік? Квадраттаймыз дедік. Квадраттап модульден құтыламыз. Қарапайым жақшаға келтіреміз. Сосын қысқаша көбейту формуласына келтіріп, жазамыз, иә, x минус 3 азайту x квадрат плюс 3 болады. Бірінші жақшам, екінші жақшам x минус 3 қосылған x квадрат минус 3 дейміз, да. Міне мындай неге келтіріп әдемілеп жазамыз. Міне, мына жаңа келтірілген. Мында қарайтын болсаңыздар, так, мына кетті. X минус x квадрат қалды. Мында x квадрат плюс x минус 6, е? Ой. Мына неде, мына бір жерде не істеген x квадрат минус x деп жазған, е? Мына минусын шығарып жерген ғой. И минусын шығарып жеріп, мына яққа көбейткен. То есть минусқа көбейткен үшін теңсіздік сол үшін жерде ауысып тұр. Сіздер ауыстырмай-ақ осы күйінде де шығарсаңыздар болады. Так, жіктеп аламыз. X шығарам, 1 минус x болады. Мынау бізде x плюс 3, так, x минус 2 болады. Сосын таңба былай буде. Немесе қалдырамыз. И түбірлерін қоямыз. 0 бар, 1 бар, 2 бар, и минус 3 бар аяқта, иә. Все, таңба мына жақтан минустан басталады. Бәрі бір-бірден, иә. Плюс, минус, плюс, минус. Бізге керек арал, плюс арал. Не, минус 3-тен 0-ге дейін, 1-ден 2-ге дейін деп жауабын жаза қоясыздар. Кеттік, мынау да сондай есеп, иә. Мұнда жаңа да келтіреміз. Жақша ашып деп, оқыс қандай қылған. Мұндай жазып аптым. Минус 1 деп жазылып. Теспек қой, мынандайға теспек қой. Жақша, мынаның плюс 2 дегенді не істеген? Квадраты деп алған, иә. Оны көрмей қалуымызда мүмкін ғой біз. Көресіңдер ме әлде? Көрсеңіздер, мынандай абдашан сырына шығарып бересіңдер. Көрмей қалсаңыздар, до конца қойып істейсіңдер. Так, арқаға жіберіп, былай жазсақ. Минус x минус 2, екінші жақшам. Плюс x плюс 2. Так, бұл бізде болады x квадрат минус 4. Мынау болады x квадрат плюс 2x. Мынандай болады, иә? Бұл жақшаға жіктеледі x минус 2, x плюс 2 болады. Мынау жақшаға жіктеледі x плюс 2 нөлден үлкен. Мына екеуі бірдей, сол үшін бұны біз деп жазамыз да түбірлерін орналастырамыз. 0, 2 боялмайды. Так, парашют бізде минус 2-ге қоямыз дейміз. Сосын таңба плюс, минус, плюс, минус, плюс, 0-ден үлкен аралық. Бітті. Мінекей. Осылай істейсіздер. Келесі. Мінекей. Мынандай есеп. Бұл жерде бір ерекшелік. Мынаны бар ғой, балалар, сол әдіспен стебелінен квадраттаймыз, азайту деп әкелеміз деп, иә. Мына әдісті астында қазір бір әдіс көрсеткен, ол әдісті қолданбай қойыңдар. Окей, мынау мынандай түрге келтіруге болады, яғни модульден шығарып жүруге батына бүтін сандарды обычно, иә. Мына ары қарай мынаның бүйтіп орын ауыстырғанын істемей қойыңыздар. Бұл кезде мынандай нәрсені ескеру керек боласыздар. Сол үшін қарапайым мынаумен шығарып беріңіздер. Мен сонымен шығарып көрсетейін.
ана минустық көзін жойып жіберейін, иә. 5 модульде x қосу 2 квадраты, иә. Квадрат дегенде азайту деп әкелем ғой. 5 бөлінген x қосу 2 азайтылған 10 бөлінген x азайту 1. Екіншісі болады 5 бөлінген x қосу 2 қосылған 10 бөлінген x азайту 1. Ой, квадрат емес. Мынандай дейміз. Мына жақтан 5 деп көбейтпей, бірден 5 жақшаны сыртына шығарып жіберейін. Мында 1 қалады, мында 2 қалады. 5 жақшаны сыртына шығардым. Мына жерінде 5 жақшаны сыртына шығарайын. Мында 1 қалады, мында 2 қалады. Тоже 5 жақшаны сыртына шығарады. Мына аяқтың қысқартып жіберуге болады. Я 0-ді бәрін 25-ке бөліп жіберсем, мынау бізде 0 болып қала береді. Все, ортақ бөлімге келтірейік. X плюс 2, x минус 1 алымы болады. Алымын мына жаққа бөлек есептеп алайық. Так, x минус 1 мына жақта болады. Мына жақтікі минус 2x минус 4 болады, алымы. Минус 5, минус 6. Минус 6, минус 5 болады мына жер. Дұрыс есептедім ба? Аха. Так, келесі енді мынаны қараймыз. Келесі бұл жерде бөлімі x плюс 2, x минус 1 болады. Алымы болады. Так, мында x минус 1 тұрады, мында 2x қосу 4, иә. 3x плюс 3 екен. 3x плюс 3-ті мен бүйтейін, 3 жақшаны сыртына шығарып жіберіп, былай жазам. Так, кеттік. Енді мынаны әдемілеп, ықшамдап жазайық. 3-ті қысқартып жіберейін, или тұра берсін, бәрібір бұлдымға әсер етпейді. Минус x минус 5, x плюс 1 бөлімінде тұрады мыналар. Бұл бізде x плюс 2-нің квадраты болады. X минус 1-дің квадраты, кіші 0-ден. Міне, мынаны сол күйінде қалдырсаңыздар болады, или мына минусқа көбейтіп жіберіп, теңсіздік таңбасын ауыстырсаңыздар болады, иә? Мен мынаны былай жасайын, минусқа көбейттім да, теңсіздік таңбасын ауыстырып жібердім. Или вообще ауыстырмасаңыздар да болады. Мен бүкіл жағдаймен көрсетіп жатырмын сіздерге. Так, түбірлер минус 5, минус 2, минус 1, 1. Бояу, бәрі боялмайды бізде, себебі қатаң. Так, парашют бізде мынада бар, и мынада бар парашют, да? Все, таңба қоямыз, кеттік. Мына жақтан бір сан аламыз, плюс болады точно, мына x-тердің алдындағы таңба қарап болып соғады. Плюс минус, плюс минус, плюс минус, плюс. Бізге керек аралық плюс аралық. Мінекей. Так, мынау алынбайды, себебі мына жерін істеп тұр, 2 деген боялмай тұр, сол үшін алмаймыз. Мына аралықты аламыз, и мына аралықты аламыз. Жауабы дейміз сонда x тесілі минус x-тіктен минус 5-ке дейін, минус 1-ден 1-ге дейін, және 1-ден плюс x-тікке дейін дейміз. Мінекей жауабы. Мұндай қылып істемей ақ қойыңдар балалар. Тағы қасиетін бәрін ескеру керек болады. Сол үшін мынау мен шығара береміз. Болды, вроде бы. Кеткен сияқты, бітті. Сау болыңыздар.